Жалғастырамыз. Балаңыз сабаққа еш себепсіз бармай қалса, ақшаңызды дайындай беріңіз. Өйткені заң бойынша айыппұл төлейтін болады. Айыппұлдың мөлшерін Зарина Ұлықбек айтып береді. Оқушылар сабақтан не себепті қалады, оларды кім қадағалайды және іс-әрекеттеріне кім жауапты? Бастысы баланың сабақтан қалмауы үшін не істеген абзал? Қазақстан Республикасының білім туралы заңында ата-аналар мен өзге де заңды өкілдерінің құқықтары мен міндеттері, нақтырақ айтқанда, балаларының оқу орнына келуін қамтамасыз етуі тиіс екендігі тайға таңба басқандай жазылған. Согласно приказу министра образования, Білім министрлігінің бұйрығына сәйкес балаларды тіркеу жөнінде ереже бар. Біздің мектепте арнайы алгоритм жасалған. Сынып жетекшісі баланың мектепке келмеуінің себебін анықтап, мектептің әлеуметтік психологиялық қызметі мен мектеп әкімшілігіне хабарлайды. Отбасының тұрғылықты мекенжайына барып келмеу себептерін біледі. Кәмелетке толмағандармен ата-аналарымен әңгіме жүргізіп, ата-анасының баланы тәрбиелеудегі міндеттері жазылған заңды түсіндіреді. Кей ата-аналар баласына деген жауапкершілікке немқұрайлы қарайды. Мектеп, мұғалімдер, полиция қарауы тиіс деп өзгелерге сілтей салады. Сол себепті әкімшілік түрде оларға балалар үшін жауапкершілік жүгінің қандай болу керектігін еске салатын кез келді. Мәселен, Қазақстанда кәмелеттік жасқа толмаған балалардың мектепке бірінші рет себепсіз бармағаны үшін ата-аналары 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Ал бұл дегеніміз 15.883 теңге. Данную сумму не выплачивает доход государства. Бұл соманы олар мемлекет есебіне төлейді. Әкімшілік айыппұлдарды төлейтін арнайы есеп шоты болады. Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша орта білім алу міндет. Балалардың сабақтан қалуы туралы ата-аналарының айыппұл төлеуін қарастыратын заң нормалары жөнінде ата-аналарда шет қалмай өз пікірлерін білдірді. Я как родитель, потому что меня беспокоит. Мені ата-ана ретінде баламның болашағы алаңдатады. Әр бала үйде тәрбие алу керек деп ойлаймын. Ал мектеп бұл білім ордасы. Егер ол сабақты себепсіз өткізіп алса, қалай білім алады? Ол үшін ата-ана жауапты болуы керек. Мой ребенок обучается в этой школе. Я считаю, что Менің балам осы мектепте оқиды. Бұл ережелер қажет деп есептеймін. Олар ата-ананың да баланың да жауапкершілігінің артуына сеп болады. Бала мектептен қалып, ол үшін айыппұл төлегеннен гөрі бұл ақшаны оның қажетіне жұмсағаным артық. Әзірге 15-ші мектепте сабаққа барудан қашып жүрген оқушы жоқ. Егер оқушы мектепке барудан бас тартса, демек бір жағдай себеп болуы әбден мүмкін. Сондықтан психолог мамандар ата-аналарға балаларын үнемі тыңдап, түсінуге тырысуы қажет деп кеңес береді. Зарина Ұлықбек, Мария Парфенова, Ерлан Күдербаев, Дамир Айтқожанов, Алтай ақпарат.